Қазақ халқы келген қонақтың мінген атының әбзеліне қарап-ақ, оның қай өңірден келгенін, қай рудан екенін айтқызбай-ақ біліп отырған. Көктоғай аудан қалашығындағы Мәуленбек Бәделханұлы Алтай өңіріне танымал ерші. 1990 жылдардың ортасында Көктоғай ауданындағы ұлттық қолөнер бұйымдар зауытына шәкірт болып қабылданып, өнерін ұштаған Мәуленбек дәстүрлі кере ері, найман ері, ағылшын ерін тауармен қаптап, бес тұрманымен қоса дайындап базарға салуда. Бүгінде белдеуінен үкілеген жүйрігін үзбейтін атқұмар азаматтардың көбеюіне орай, өз қалаулары бойынша ер-тоқым жасататын қаридарлар Мәуленбекті алыстан ат өкісті біздеп келетін болды. Ер жасаусының мына өнері 1994 жылдан басталған. Ол кезде біздің ауданымызда бір ұлттық бұйым әнелау зауыт деген болған. Сол жастар болып біз істедік. Сол кезде шәкірт болып қаптал тілеу дейді, мына қайыңнан ердің қапталын чағу. Осыны үйрен, осымен бір жылдың үстінде осыда жүріп, одан осы ердің қасын еу темірден соғып, осыған балғашы болып, осыда бір 2 жылдай жүрдім. Өстіп, осымен осы өнерімді жалғадым, үйрендім. Енді жасағаным найманер. Алды тік келеді, артыма жатағын келеді. Ердің іші қайың, қайыңды жастай қиып аламыз. Бұны кептіреміз. Бұл кеу барысында бір жыл уақыт қажет етеді бұл. Өйткені бұл жай кебет нәрсе. Сонда бұл күнге түсен көлеңке жігіт ұстап қойып, ағаш бұл темір сап қататын нәрсе, қатқаннан кейін барып, бір жылдан кейін барып бұл шабылады. Сонда барып бұлның сапасы жақсы болады. Бұл су болып шабылса ауып кетеді. Өте құрақ тұрса жарылып кетеді. Осындай кебе құрғақ бір көлік жел соғып тұрып, қоңыр салқын жерге кептіреміз, көлеңкелі жерге. Мысалы, қарағайсан немедір самырсындар, оны морт келеді. Терек дейміз, үйеңкі дейміз. Бұнда сапасы мына қайынға жетпейді. Сонда мұны Алтай бетіне шығарып, осы қайынның сапалы осындай мықты болады екен. Тауырмен қаптағанда алдарды қасты бірақ орайым, чегелеп отырып, тартып отырып, сар жездеп отырып, көріктендіріп отырып жасаймыз. Көбінесе мықты болады бір жағы. Әмі ағаш шірімейді. Уақыт ұзарып істетілі құны. Мен бұрыннан сырлай салады, оны 1-2 жылдан кейін сыры кетіп жарылып, ыстыққа шыдамай. Желім ашылып сөйді, желімді ашылмайды, ашын қаптап қойған дүние. Жайшылықта ерді қайың, емен сияқты қатты, тығыздығы жоғары ағаштан шауып жасайды. Ер атқа жеңіл, ат арқасына батпайтын болса, иесінің алқауына бөленеді. Мәуленбектің қолынан шыққан тауар ердің ел қолайына жағатыны да, оның атқа жеңіл, үлгісінің көркем болуында сияқты. Мұны ағаш ашығыр дейміз. Бұны сол 40-тан асқан адамдар мінез. Бұл да тынышты, бұның ішінде көпшік бар міне. Бақ жол жүргенде жаңа тынышты келеді. Ат ұстамды келеді, арқасына жылжымайды. Одан кейін сол жұмсақ болғаннан кейін мына ерді үлкендер жақсы көреді. Бұл енді еңіл сиыр. Бұл ерді көпшік дейміз, мына көпшікті біреу қалып ағаштан шауып, бұнда суға жібітіп тартып, бұнда күнге кептіріп, бір сетке сүтке кепкеннен кейін алтын ашында қасып бар темірден соғылған. Осыған орап алдарын тігеміз. Қыз қуар, тойдың немелері осы ер көзге әдемі көрінеді. Мәселен, мынау жеңіл. Одан бағасы төменде болғаннан кейін жастар жағы ұнатады бұны. Бұны жасау барысында тауарымен қырымнан жасаймын. Бұл жасауында қырым мен тауардың реңі жақсы қызыл болғаннан кейін бұл ерінің немесіне көркіне жақсы болады екен. Сонан тауар жұмсақ болады екен. Өрнек ұрсаң өрнек айшық түседі. Енді көбіне тоқым, айылбас, айыл тұрманына қырымнан сәдім өзен одан тартып, бұл жақсы жұмсақ, сол түйсе сынбайды, үзілмейді, қайсы қарағанда созылмайды. Бұның ерекшілігі осындай екен. Бұрынғыдай емес, қазір мұра жалғастыр аз, өнершілер аз, дайын дүниеге жүгіреді ел. Сонда осыны жасап ит тауып алсақ дейді. Соны бір қолымыздан бір-ақ алсақ, бірақ дар алсақ, анасы алса, тоқымдасақ, қаңқасын алсақ, тоқымда болмайды екен. Әмді бір адам қолынан шықпағаннан кейін бұл ердің көрінікі сайы жақсы болмайды екен. Бір қолдан қолынан шықса, ол жақсы болады. Содан өстіп, осы 5 тұрман бойынша жасап жатырмын. Мәуленбек ерді қайыңнан шауып, тоқымнан тартып 5 тұрманына дейін көркі көз тартатын етіп, ұқсас материалдан дайындайды. Мәуленбектен ұғысуымызша, әрқандай ердің алғашқы жасалуы, атқа келуі бірдей, тек қана сыртқы пішіні ғана өзгеріп отырады екен. Бүгінде Алтай аймақтық бейзаттық мәдени мұраларды қорғау мекемесі жағынан ер жасау мұрагері болып тұрақтанған Мәуленбек қолындағы өнерін ұлына үйретіпті. Өнерді үйренгендіктен барып,
осы күнге шейін осы ер жалғастырып келемін. Сонда енді саудам жақсы болған жылдары сол 40-қа тарта ер жасаймын. Осы 6 ерін. Одан бертінде мына темір ер жасауды үйрендім. Мына 2000 жылдан бері қарай. Темір шошағыр. Одан ағаш шошағыр жасау, оны тауырмен қаптап, түрлендіріп, өңін жаңартып, ағаш емес, бұл тауырдан қаптаған ер жақсы болады екен. Соның әзір қарайдарым жақсы. Осы ағаш ерді де ұнатады. Мына еңсерімді, темір шошағырымды де осы қарайдарым бар әр жерден. Осы мысалы қазақ елінен болсын, мына Летарбағатай болсын, осы Алтайдың әр ауданынан келіп, заказ етіп алып тұрады. 2010 жылы Алтай аттық мұрағаттар кездесінің бір кәдірлер кетті. Осын біздің ауданда ершілер көп енді, жекемен емес, бір қанша. Соның бәрін өздеріміз көріп, зерттеп, содан менің ішіне сіз болады екен деген ұлым бар. Тас оқып жатқан ала. Тасжолының қазір 4 жылында оқып отыр. Осы жаз каникулда, қыс каникулда келгенде осыған осы жерді үйретіп жатырмыз, осы мұранды деп шамасы келгенше үйреніп жатыр. Сол енді осы мұраны жалғастыру үшін нәтижесі балам